Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Тест туралы ешкімге айтушы болма. Джон Америкада мына университетімізге емтихан тапсырмаларын ала келді. Емтихан тапсырмасы де. Қошы, онсы да бәрі біледі ғой. Ешкім білмейді деймін, айтпа. Жарайды енді, Сабила. Оларға айтуға болады. Сол, шетелдік мұғалімде біздің тестінің барлық жауаптары бар. Демек, бүкіл сессия қолда деген сөз. Керемет. Ұрлап аламыз да, көшірмесін жасап, орнына қойыр саламыз. Есің дұрыс па? Бұл қылмыс емес пе? Біз тура есімізден танып қала жаздадық қой мұнда. Дастан мен Макс не істеп жүргенін білесіңдер ме? Газдың иісі ғой деймін. Мә саған, қане шығамыз. Газдың иісі, шығамыз. Бір-бірлеп, ақырындап тұр, бәріміз сыртқа шығайық, ақырындап. Тез. Айтсаңшы енді дұрыстап. Көп сөйлемей, одан да көрсеңші. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Hey, уәденің неткен, шуағы төккен. Уәденің неткен, мәңгілік көктем. Достар. Бесінші бөлім. Сәлем. Бейуақытта қайдан жүрсің? Сәлем, жай әшейін. Не болып қалды? Еш нәрсе, шаршап қалыппын. Сен бара бер. Өзім отыра тұрайын кішкене. Қайда болдың? Сен іздемеген жерім жоқ. Универдің алдында Дастанды күттім. 10 минут күте тұр деді де өзі жоғалып кетті. Дастан дейді? Сен онымен кездесуге бардың ба? Қайдағы? Ол семинарға көмектесіп, дәмханаға барды. Ол жерде Мақсатты кездестірдік. Ол газдың иісі деп айғайласа бола ма? Асқар бәрімізді сыртқа шығарды. Сөйтсек, тіпті дәмханада газ құбырын қоспаған екен. Қызық екен. Сосын Дастан қайда кетті? Білмеймін. Макспен жүгіріп кеткен болатын. Ақмақ басым. Универдің алдында 1 сағат күтіп отырдым. Осы шынымен мен ақмақпын ба? Олар сен алдаған екен. Жарайды, ертең олармен сөйлесеміз. Жүр ұйықтайық. Жоқ, олармен бүгін сөйлесем. Ол туралы ойымды бүгін бәріне жайып салам. Ендігі қалғаны Макстың мазақ қылу еді. Ашуланған түріңнен айналдым. Аузыңды бұртитып, көжекке ұқсап қалдың. Бәріне ертең айтасың, жүр. Мен бәрібір ұйықтай алмайым. Сен бара бер, күтпе мені. Өзің біл. Тағы 1 сағат күтпесең болды. Қайырлы түн. Ана жақта Дана шу көтеріп жатқан шығар. Күтіп отырады дейсің бе? Баяғыда ұйқыға кеткен шығар. Ол да мүмкін. Нем бар еді, мен де басыма бәле келіп. Күзетшінің келетінін білді ғой дейсің бе? Ойбай, бәрі жақсы болады дегенің қайда? Көп сөйлеме, жарық түсірші. Қане, бол, тез. Нүрекеге телефон соқсақ қайтеді, а? Не дейсің оған? Сабақ жаттап отырмыз дейсің бе? Сөйтсе де болады, несі бар? Бақылауға дайындалып жатқанбыз. Сыртымыздан біреу жауып кеткен, байқамай қалыппыз дей саламыз. Е, 3 сағатқа қалып кетіппіз. Болды, Нүрекеңе телефон соғам, бір амалын табар. Тоқта, басың істей ме? Ол Юдаға дереу жеткізеді. Енді не? Таң атуын күтеміз бе? Ұмытпа, папканы дәмханаға апарып тастауымыз керек. Терезеде дабылға қыш бар екен. Мүмкін Данаға қоңырау соғарсың, а? Ол күзетшіге бір нәрсесін ұмытып кетіппін десін. Басқа, оған сене. Басқа, нағыз жеткізетін адам сол. Ол Нүрекеден өткен біреу ғой. Қайдам? Дәл сен ұстап бермейді ол. Оның біз кеш бойы бірге болдық деп айту керек болатын. Енді не? Мені түн ортасында жоғалып кетті дей ме? Жылдыз, жыламашы. Бірдемесі болар. Мен қарызымды өтедім.
Енді сенімен бәстеспеспін. Жетеді. Болды енді. Қалшылдамаш. Соңғы үмітіміз қалды. Дұғаңды оқа. Түбі жаман болатын сезіп тұрмын. Саспа. Көрде тұр. Ертең шу болады. Құлыпты сындырып тастадың ғой. Біз екенімізді кім дәлелдейді? Мүмкін кітапханашының өзі сындырып тастаған шығар. Есесіне қолымызға не түскен қарасаңшы. Бүкіл сессия қалтамызда. Ойбай, Дана. Сен мұнда не қып жатсың? Түнделетіп қайда жүрсіңдер? Кешірші, Дана. Есіміз шығып жүріп, сен туралы ұмытып кетіппіз. Қалай ұмытып кеттіңдер? Енді біз анда барамыз деп қайда барып едік? Киноға? Киноға шақырған. Киноға? Киноға? Мен оған Дана күтіп тұр десем, ол болса... Жаңа ғана мені ұмытып кеттім дедің ғой. Ол сені ұмытып кеткен, мен емес. Мен сенің күтіп отырғаныңды білгенім жоқ. Айтпақшы, қайда күттің? Сен маған 10 минуттан соң келем дедің. Солай болып қалды енді. Кешірші, Макс қой бәрін құртқан, киноға барайық деп қоймаған. Ал сен неге жатпадың? Түннің бір уағы болды ғой. Иә, мұнда не қып жүрсің? Не қып дейсің бе, сендерді күтіп? Біз келдік міне. Бар ұйықтауға. Иә, бар шен. Кешірім сұраудың орнына. Кешір. Дана ұстап бермейтін шығар. Қайда? Ақымақ емес пе? Түк те түсінген жоқ. Бірақ байқау керек. Ақырын сөзге тартып көр. Ештеңені сезбегеніне сенімді болайық. Неге өзің тартып көрмейсің? Ол маған қарамайды. Сен ғой біздің сал серіміз. Кетшей, қарызымнан құтылғам. Жарайды, бірдемесі болар. Соныңды шапалақта. Міне, құпия тест. Айш, мықтымын ба? Мықтысың, мықтысың. Тоқта. Қап. Не болды? Соңғы беті қайда? Көргем оны. Болған сияқты еді. Сен не? Тестің беттерін кітапханада тастап кеттің бе? Неге мен тастауым керек? Екеуміз ғой тастаған. Ей, сен не? Мен не? Бәрібір емес пе? Енді не істейміз? Не қылған қағаз екен, Кім біле қояды дейсің? Алады да қоқысқа тастай салады. Мүмкін оқытушылардың біреуі ұмытып кеткен шығар. Дұрыс па? Оқытушылардың емес, ортақ серікста не қылып жатады? Өй, түрің тәп-тәуір болғанымен су жүрек нағыз өз екенсің. Қорықпа. Қалай дегенмен олжалы болдық. Айналдырған бірақ қана бет қой. Ертең барасың да, алып келесің. Қызық емес. Жаңалық қой. Бұл уақытта кітапханада не іздеп жүрсің? Менде үзіліс. Сен не қылып жүрсің? Менде де үзіліс. Бір топта оқитынымызды ұмытып кеттің бе? Шынымен де есіме шығып кетті. Біреу мені бір жаққа шақырғысы келген сияқты еді ғой. Кешір, уақытым болмады. Оқу анау-мынау түсінесің ғой. Алданаға уақыт табасың. Соңынан қалмайды деп бүкіл универ шулап жүр. Өтірік, мен ешкімнің артынан жүгіріп жүргенім жоқ. Өтірік, біреу оны киноға шақырды. Одан кейін дәмханаға. Әлде ол Макс па? Оның бәрі тек сылтау ғана. Конспектісін көшіріп алып жүрмін. Солай де, конспектісі үшін қызбен кездесу бір жағынан ақылды шығар. Немесе барып тұрған топастық. Көңілімді қалдырма, Дастан. Не? Ештеме. Не дедің? Көңілімді қалдырма дейсің бе? Солай жүре берсең, ол да мүмкін. Қашаннан бері сені оқу ойландыратын болған? Ойланғаның сонша тіпті ауылдың қызымен жүретіндей дәрежеге жеттің бе? Біріншіден, мен онымен жүргенім жоқ. Екіншіден, емтиханнан өте алмай қалсам, әке мені Шымкенттегі ағамдікіне мақта теруге жіберем деген. Шын ба? Өйтпейтін шығар енді. Білмейсің ғой әкемнің сырын. Өйтуге болмайды ғой. Бұл барып тұрған қаталдық.
I need to talk to you. What's happening? Али, ауылбай құрбыңа киімін қалай болса солай тастамасын де. Өзің айт. Сенсің ғой оның досы. Не болды соншама қадалып? Дастан ба? Жаныңа жай таптырмай жүрген. Кім? Ана ергежейлі ме? Ха, күлкімді келтірмеш. Данадан аулақ жүр. Ол өздерінің жеке мәселесі. Ой, соншалықты шешетіндей мәселесі бар ма не? Ха, сен тіпті Дастанның шынымен де көңілі кетіп жүр деп ойлайсың ғой. Қалай болғанмен, ол өздерінің жеке мәселесі. Ха, қалай айтсам? Алина, бұл менің десім шығар. Иә? Қыздар, қонақ бөлмеге барайық. Анау мистер Йод келіп қалды. Мастер Йода. Оның сөйлескісі келіп тұр, кеттік. Жарайды, келеміз. Тағы бір ауылбай. Не туралы айтқыңыз келеді? Негізі сіз бізге көп келмейтінсіз. Бүгін келмеске болмады. Қазір барлығы келсін. Барлығы жиналған сияқты ғой. Отырыңдар. Мен сендерге жағымсыз жаңалықпен келіп тұрмын. Тексеру келе ме? Тексерусіз болмай тұр. Мынау не? Кім біледі? Не мынау? Ол қағаз? Ақылгөй жаңалық ашты. Бұл фаундейшн сабағының негізі бойынша жасалған тест жауаптарының соңғы беті. Сатасыз ба? Аукцион. Менің сендермен қалжыңдасып отыратын уақытым жоқ. Мен мұны кітапханадағы көшірме жасайтын аппараттың ішінен тауып алдым. Сосын? Сосын сол. Тест сұрақтарын біреу ұрлап алып көшірме жасаған. Мәссаған. Қайдан ұрлапты? Кеше дәмханада соңғы қалған сендер болатынсыңдар. Аттарыңды тап, түстеріңді түстейін. Дана, Дастан және Мақсат. Макс. Өздерің білесіңдер. Американдық әріптесіміз Джон Келлан менен бірге менде болған. Кейін Джон кампусқа келгеннен кейін қолындағы папкасы өзінікіне ұқсас болғанымен басқа екенін байқаған. Ал таңертең дәмхана табалдырғаннан папкасын тауып алды. Ал мен мына қағазды кітапханадағы көшірме жасайтын аппараттың ішінен тауып алдым. Сонымен қылмыскер кім? Мен соны сендерден сұрайын деп келіп отырмын. Ауыр айып тағып отырсыз. Неге тестті біреу ұрлап алу керек? Мүмкін Джонның өзі балықтырып, студенттерден көріп тұрған шығар. Дұрыс па? Иә? Жоқ, олай болу мүмкін емес. Онымен бірге асханада менде болғанмын. Біз бірге шықтық. Мен оны кампусқа дейін шығарып салдым. Қолында жасыл папкасы болған. Өз папкасының орнына байқамай біреудікін алған шығар. Енді олай болса да, ол мезетті біреу дереу пайдаланып, көшірмесін жасап алған. Сендерге тағы бір нәрсені айтқаным жоқ. Таңертең ғимарат күзетшілері кітапхана есігінің құлпы сынып жатқанын байқаған. Дәлірек айтқанда, оны біреу сындырып кеткен. Түсінбедім. Біреуімізді айыптауға келген екенсіз, бастаңыз. Мен сендерді айыптауға келіп тұрғаным жоқ. Мен мұны ректорға міндетті түрде хабарлауым керек. Ол өз кезегінде күдіктіні анықтағаннан кейін оны міндетті түрде оқудан шығарып жібереді. Дәл қазір сендердің барлықтарың күдікті болып отырсыңдар. Біздің арамызда ұры да, тонаушы да жоқ. Біздің еш қатысымыз жоқ оған. Негізі басында сіз дәмханада болған үшеуін айттыңыз. Ал енді барлығымыз күдікті бола қалдық па? Сол күні мен сендердің барлықтарыңды кітапхана маңынан көргем. Енді бәріміз де кітапханаға кіріп сабақ қараймыз ғой. Қысқасы былай. Мен ректорға кеттім. Ал сендер дұрыстап отырып ақылдасып алыңдар. Біреудің ақымақтығының кесірінен оқудан шығып кеткен дұрыс емес. Ойланыңдар дұрыстап. Бәсе, соңғы кезде неғып бәрі жақсы бола қалды деп жүрсем? Көзің тиіп кетті де. Әйтеуір менің қатысым жоқ.
Осы сен ақ тап-таза бола қаласың. Өкініштісі, сен де тазасың. Кеше бөлмеде бірге болдық. Ал Дана, Дастан, Нұрлан мен Макс қайда болды екен? Мен тікұшағымды жөндедім. Мен ол тестіні алған жоқпын. Ей, ақылгөй, алаңдама. Тіпті қызарып кеттің ғой. Камиля қалжыңдай береді. Үйтіп қалжыңдамасын. Мен тіпті оның қандай тест екенін түсінбедім. Онда несіне сасқалақтап тұрсың? Балалар, бұларың болмайды. Шым-шытырық детектив қылып жібердіңдер ғой. Айтпа, Агата Кристиң далада қалады. Одан да әрқайсымыз кеше-кешке не істегенімізді айтайық. Оны айғақтайтын қасында адам болса, тіпті жақсы. Келісесіңдер ме? Келсем. Кімден бастаймыз? Данадан бастаймыз. Неге Дана бастау керек? Өйткені ол ғана үнсіз отыр. Дана, Айтатын ештеңем жоқ. Солай де, қызық екен. ол бөлмеде болды. Кім айғақ болады? Мен жетпеймін бе? Білмейм, жалпы саған сенуге бола ма? Саған ше? Бүгін таңертең Дастанмен бірге ксерокстың қасында не қылып жүрдіңдер? Тесті ксерокстан өткіздік. Ештемен өткізгенім жоқ. Қайдағын айтпашы. Сендерді аппараттың қасынан өз көзіммен көрдім ғой. Иә. Тесті жымқырған сендер емессіңдер ме? Сендердің дауларыңнан шаршадым. Айтпа. Дәмханаға кеттім. Камиля, барасың ба? Барам. Маған да кітапханаға бару керек екен. Дұрыс, ізіңді барып жасырып кел. Кетшей сен. Макс теткізді ме? Кеше сендер келген кезде мен осында болғам. Макс екеуің кітапхананың құлпын бұзғандарың туралы естіп қалдым. Біз мүлдем басқа құлып туралы айтып жатқанбыз. Сонда не? Сен мені кінәлап отырсың ба? Жоқ. Бұл тестінің саған не үшін қажет екенін түсіне алмай отырмын. Біз бірге дәмханада болдық қой, есіңде ме? Қасқыр мен Америкостың жанында. Сол кезде Макс оның бәрін ойлап тапқан. Әшейін қызық болсын деп. Былайша айтқанда, сен бізге деген күдікті жауып отырсың деп. Сонда сен мені дәмханаға сол үшін шақырдың ба? Сөзімнің мәнін өзгертпе. Айттым ғой, сол жерде туған ой деп. Енді не істеуім керек? Ештеме? Үндемей ақ қоя сал. Шулайды да қояды. Сол күні кешкісін сендер не істедіңдер деп сұрасашы. Мен Макс үшеуміз қалада қыдырдық те. Мен өтірік айта алмаймын. Онда үшеумізді де шығарып жіберсін. Сол керек па саған? Маған бәрібір. Шынымды айтсам бар ғой. Қатты өкініп жүрмін. Әншейін қызық болсын деп үлкен қателік жасадым. Әкем естісе өлтіреді. Білесің ғой қандай екен. Мен өтірік айта алмаймын. Алдағым келмейді. Білесің бе, Дана? Мен саған өте қатты сеніп отырмын. Баяғыда бала кезімде әкеме қарсы қылық жасасам, ол мені жазалайтын. Тіпті белдігімен сабайтын. Ал егер мына тест туралы естейтін болса, ол мені тіпті Шымкенттегі апамдікіне жіберетін шығар. Ал егер солай болып жатса, сен де, басқасы да мені ешқашан көрмейтін боласыңдар. Мен олай істей алмаймын. Білесің бе, Дана? Сенен сұрайын дегем. Нені? Екеуміз үнемі бірге болсақ қайтеді? Не? Сен маған алғаш рет даусыңды телефоннан естігеннен ақ ұнаған болатынсың. Айта алмай жүргенім үшін кешірші. Достарым мазақ қылады ма деп ойладым. Ал енді міне айтып отырмын. Сенімен үнемі бірге болсам деймін. Неге үндемейсің, Дана? Білмеймін. Дәл қазір айтудың қажеті жоқ еді.
Мені оңаша қалдыршы, өтінем. Қатты шаршап тұрмын. Іс Насырға шауып бара жатыр дейін. Кешкі 6-да ректор шақырады дейді. Шын ба? Сонда біздің мойнымызға артпақшы ма? Қысқасы былай. Асқар ректорға кіріп, іле жала сонда Джонды шақырған. Сосын ректор хатшысына қоңырау соғып, кешкі 6-да қолының босамайтын айтқан. Мүмкін бізге мүлдем қатысы жоқ шығар. Кім білсін. Бірақ Асқар кешке жиналыс деді. Мәссаған. Енді қайттық. Тыныш жігіттер. Сен бөлмеде тазалық сақтау үшін кезекшілік кестесін жасайық деп едің ғой. Қолдаймын. Бүгіннен бастамадық па? Жарайды. Мына бөлме болғы кетіпті ғой. Мынау не өзі айтшы? Фэншуй болу керек. Сен қыздардың бөлмесіне бар да, сыбыртқа кел. Бүгін сенің кезегің. Ертең Дастандікі, ал бірсі күні менікі. Келсік пе? Жақсы, бірақ дәл бүгін бастағанымыз дұрыс деп ойлайсың ба? Нұреке, бұл қақтамаш. Бар жүгір. Айтпесе кезершіліктен айнып қаламыз. Бол, тез. Зып. Бол. Қысқасы былай. Келісіп алайық. Егерде екеуміздің біреуімізді біліп қойса, сол бәрін өз мойнына алады. Жалғыз болдым дейді. Келістік қой. Болмайды. Оралдың алқымақ қызы бізді біліп қойған екен. Шын ба? Иә, кеше оя жатыпты. Бізді естіп қойыпты. Кеше маған Асқарға айтам деген. Ей, не дейді мынау? Неге үндемей жүрсің? Үндемей жүргенім жоқ. Бұл мәселені шешіп жүрмін. Иә, қалай? Білесің ғой өзің. Солай ма? Жарайсың, қозы көрпеш. Қайтпа. Дегенмен сен бірдеңе жасырып отырсың. Айтатын ештеңем жоқ. Болған жағдайдың бәрін білесің сен, бірақ айтпай отырсың. Дастанның қатысы бар ғой, иә? Бұл туралы айтқым келмейді, Алина. Дана, сенің сырыңды білемін ғой. Маңдайыңда жазылып тұр. Тесті ұрлаған Дастан. Білмеймін, Алина, қыспақ қала бермеш. Сен оны жақтап отырсың, көрініп тұр ғой. Сен оған ғашық болып қалдың ба? Оф, Алина, жайма қалдыршы, өтінем. Қыздар, жүріңдер. Бәрімізді ректорға шақырып жатыр. Келіңдер, отырыңдар. Асқар, сен де отырсаңшы бір жерге. Рахмет. Біріншіден сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Екіншіден тура іске көшейік. Сендердің кураторларың Асқар маған біздің мекеменің ғимаратында болған келеңсіз жай туралы бүтір нүктесіне дейін қалдырмай айтып берді. Бұл дегеніміз нағыз ұят нәрсе ғой. Университетіміздің кодексінде кез келген алаяқтық қатаң жазаланады, және ол оқудан шығарылады деп жазылған. Және де біз біреудің еңбегін пайдаланғанды да оқудан шығарамыз. Ал мынау нағыз ұрлық. Біз бүгін енді не істейміз деп бірнеше сағат ойландық. Бірақ бұл жайтты біз еш уақытта жай қалдыра алмаймыз. Әрине, сендердің барлығың, алтауың да бұл жайға бірден араласпаған шығарсыңдар. Бірақ басқаларына кесір тиіп кетпес үшін кінәлі өз кінәсін мойындап орнынан тұрсын. Сонымен сұрағымыз түсінікті ғой деймін. Кім тест жауабын ұрлап көшірмесін жасады?
Достықтарың заңнан да жоғары болған ғой. Жарайды ендеше. Біз енді бұлай болады деп ойлаған жоқ едік, Асқаржан. Бірақ бізде басқа амал қалған жоқ. Егер кінә мойындалмаса, онда біз барлығыңды да жазалауға мәжбүр боламыз. Бірақ соңғы өтінішім болсын. Біреудің қылмысы үшін босқа өртеніп кетіп жүрмеңдер. Мысалы, мен ештеңе алған жоқпын. Неге басқалар үшін мен жауап беруім керек? Ал дәл солай дедік. Сонда кім? Менің де еш қатысым жоқ. Солай ма? Төртеу қалды ғой. Тұра тұрыңыз, олай болса менің де еш қатысым жоқ. Менде? Менің де еш қатысым жоқ оған. Дана, неге үндемей отырсың? Студент Өтеғалиева, сіз бірден айтпайсыз ба? Дана? Мүмкін емес. Дана, егер сіз үндемейтін болсаңыз, Бұл мен. Не? Тест ұрлаған мен. Аударма редакторы Әсел Көкенова. Мәтінін оқығандар Гүлнар Рыспай, Толқын Айтмұғамбетқызы, Айым Жетпесова, Дәурен Серғазин, Ербол Тілеукенов, Жандәулет Батаев, Азамат Ескулов, Бекен Сәбенова. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манапов, Еркін Рахимов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторы Санат Серғазы. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл.